Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы Америкадағы оқу-жаттығу жиынын аяқтап елге оралады. Жиынның соңында боксшыларымыз осында дайындалып жатқан әлемнің түкпір-түкпірден келген профтармен спаррингтік жұмыстар жүргізген еді. Ол үшін Брикхаус боксинг клаб пен атақты Фредди Роучтың Wild Card залдарында спортшылар таңдалды. Барлығы дерлік өз салмақтары бойынша әлемдік рингтерде сәтті өнер көрсетіп жүргендермен шама байқасып көрді. Түрлі стильдер, әдіс-тәсілдер меңгерді және әлемдік деңгейдегі бапкер Фредди Роучтан жоғары баға алып қайтты. Әлемге әйгілі Мэнни Пакьяоны дайындап шығарған маман қыздарымыздың да шамасын көрген еді. Енді жігіттермен жасаған жұмыстардан кейін ол бұл тамаша апта болды деп ағынан жарылыпты. Енді біз Азия ойындарына баратын құрама қандай болар екен деп болжап отырмыз. Бас бапкер Нұржан Насанов әзірге тізімді жариялаған жоқ. Жарияламай-ақ қойсын, өйткені әлі бір айдан аса уақыт бар. Қарсыластарымыз үшін бұл құпия болып қалғаны жөн. Дегенмен, мүмкін болар құрамда атауға болады ғой. Азия ойындарында биыл 6 салмақ бойынша медальдар сарапқа салынады. Көріп отырғандарыңыздай көп салмақ қысқарып кетті. Сондықтан ауыс түйістер болды мұнда. 55 келіде Махмұд Сабырханның кандидатурасы нақтыланғанын істеп білемін. Жарақат алып қалды немесе басқа да оқыс жағдай болмаса, Сабырхандардың үлкені барады. 60 келіде Оразбек Асылқұловты көріп отырмын. Былтыр әлем чемпионы атанды, биыл Азия чемпионатында топ жарды. Оның не үшін бармайтындығына себеп көріп тұрғаным жоқ. 70 келіде ұзын құлақтан жеткен ақпараттарға сенсек, Аблайхан Жүсіпов барады. Өте түйткілді салмақ болып тұр. Бір жағынан Жаспері Төрехан Сабырхан тұрса, екінші жағынан Аққарлан Аблайхан. Екеуі де 2025 жылы әлем чемпионы атанды. Бірі Ливерпульде топ жарды, екіншісі Дубайда. Қарағандылық өздеріңіз білетіндей, профтан оралғалы бері бірде-бір стартта ұтылған жоқ. Былтыр әлем чемпионы атанды. Төрехан болса биыл Монғолияда өткен Азия чемпионатында алтын ала алмады. Осының бәрін ескере келе штаб Жүсіповты Азия ойындарына апарады, ал Төрехан Олимпиадаға дайындала деген ақпарат болған. Бұл ресми емес. 80 келіге Сабыржан Аққалов көтерілгенін білесіздер ғой. Бұл бала үшін жол күрделі болды. Негізі 70-те жүретін жігіт еді ғой. Ағасы Аблайханға жол беру үшін ол саналы түрде 75-ке ауысқан еді. Бірақ бұл салмақ Азия ойындарында жоқ болғандықтан 80-ге секіруіне тура келді. 80-де негізі Ерасыл Жақпеков бар. Екі боксшының нәтижелерін қарап көретін болсақ, Сабыржан барады ма деген ойға қаласың. Нұрбек Оралбай 90 келіге дейінгі салмаққа ауысқанын білесіздер. Басты үміткер де сол. Ал осы салмақтың тұрақты өкілі Сағындық Тоғамайға қиын жағдай бұл. Кім барады? Нұрбек пе, Сағындық па? Таңдау мұнда түсінікті. Аса ауыр салмақта енді бізде дилемма жоқ. Айбек Оралбай баратындығына күмән туындатпаймыз. Америкада көбіне Азия ойындарына бармайтындар ашық спаррингтер өткізген секілді. Бізге жеткен бейне және фото материалдар соны меңзейді. Ал араларында өзін жарқын танытқаны тағы да сол Төрехан Сабырхан болды. Төреханның Элиас Эспадаспен болған спаррингтік кездесуінің бейне нұсқасы бізге қолжетімді. Ол жерде қазақ таланты өзін профрингте қалай ұстайтындығын тағы бір мәрте көрсетті. Шынымен де шоумен ғой. Эспадас оңай оппонент емес. Ол өздеріңіз білетіндей біздің Садриддин Ахмедовпен жекпе-жек өткізіп, қазақ сарбазынан жеңілмеген алғашқы боксшы атанған еді. Қос тарап тең тарқасқан болатын. Міне осы боксшыны біз көрген кадрларда Сабырхан жап-жақсақ ұрып жүр. Мінезде, қимылы да құдды бір кәсіпқой бокс үшін жаралған бала ғой. Осы бастан-ақ оны бұл бағытқа жіберетін болса, даңқты проф шығармай еді. Әрине, дәл қазіргі күйінде Төрехан ауысамын десе, әлемнің үздік промоутерлер арасында үлкен талас болар еді. Меніңше мұнда алғашқы әңгімелер басталып та кеткен шығар. Роуч ақсақал бұл баланы көргенде өзінің мықты таныс промоутерлеріне хабар беріп жіберген. Бірақ Төрехан біздің әуесқой боксқа керек. Ол мұнда әлі өз сөзін айтқан жоқ. Енді өсіп келе жатыр, бірақ Лос-Анджелес олимпиадасынан кейін кетсе болады. Ол үшін әрине ұту керек сол 4 жылда бір келетін дотаны. Оның үстіне ойындар да кәсіпқой бокстың отанында өтпекші ғой. Не болса да дұрыс ойлану қажет. Ал оның қазіргі Аблайханмен бәсекелестігіне келетін болсақ, бұл бір балта мен тас болып тұр. Бір-біріне соқсаң тас шытынайды, балта мұқалады. Екі тарапта зардап шегеді. Демек, бұл бәсекелестікке нәзіктікпен қарау керек. Әзірге әрине оларды бір-біріне жолықтырған жоқ. Жаттығу жұмыстарында да мұндайды көрмедім. Бұл өте дұрыс шешім деп есептеймін. Аблайхан әлде бойында елге берері бар болып тұрғанда беріп кеткен дұрыс. Бәрібір оның мансабы ұзаққа бармайды. Қазір соңын өткеруде. Екінші жастық шағын кешіп жатыр десем қате болмас. Ал Төрехан ол болашақ. Алдағы жылдары біз оның талай жарқын жеңістерін көреміз бұйырса. Әлеуеті негізі Олимпиада чемпионы атануға жетеді. Бастысы дұрыс бағыттан адастырмау керек оны. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.